ең қайран жақсы. Сонда енді ел қылатын сол сорпаның бетіндегі қаймағы, сорпаның бетіндегі майы, сүттің бетіндегі кілегей қаймағы, міне. Сондықтан сіздер қазір мақсаттарыңыз жақсы бала тәрбиелеу. Сіздер түк істемей қойыңыздар. Жаңағыдай елге ерен, медаль алып, жаңағыдай өзінің баласы шүлдіреп ұрса сөйлеп жүрген адамдар болмай қойыңыздар. Өтірік, 200-дер. Сіздер қазір жақсы бала тәрбиелеңіздерші. Болды. Сонда сіздің осы өмірге келгендеріңіз ақталады. Жақсы бала тәрбиелеңіздер. Ол үшін өзіңіз иттігіңізді қойыңыз. Аштан өліп қалам деп қорықпаңыз. Мен бір қызды көрдім, Алматыда маған айтады, мен 70-тегі әжем бар дейді. Соны бағып Алматыда тұрамыз, екеумізге әке-шешем не алып берген дейді. Анда квартира. 70 пе, 75 пе, 78-дегі әжем бағып жатырмын дейді. Соны әжем айтады дейді. Тұрмысқа шықпай-ақ қой дейді. Не деген жауыздық? Міне иттік деп осыны айтады. Мысалы, кейбір әкелер айтады, осы қызыңды байға бермеймін дейді. Не істейсің осы? Бұздап қоясың ба? Күлетін нәрсеміз бе? Жылайтын нәрсе. Сондықтан иттіктеріңізді қойыңыздар. Сонда сенен жақсы бала туады. Жақсы бала деген кім? Өзгенің қамын ойлайтын адам жақсы адам. Жақсы, сөз, өзгенің сүйінбай айтады ғой. Қарғадан қарға туар қарқылдаған. Асылдан асыл туар жарқылдаған. Кейбір жақсым деп мақтанады. Жақсылығы өз басынан артылмаған дейді. Ал сіздер айтасыздар, жақсы оқ. Жақсы қызметке тұрасың, жақсы ақша аласың, нені бағасың. Сол ойлағаның сасық денең, боқтан сасық денең, бүкіл арманың баланы туғызып, өзіңнің денеңді шертіп, састып, көрге дейін жеткізу. Бүкіл арманың сол сенің. Аш айтып отырмын ба? Өйткені Шәкәрім айтады ғой. Ішім дертті дейді. Сондықтан сөзім у дейді. Ашы деп алмай қоймаңыз. Аңсағанда керек су. Еліре бермей қайта ту дейді. Мен досыңның жау емес, еліре бермей қайта ту дейді. Сондықтан жақсы болу үшін екінші рет туу керек. Ол не деген сөз? Адам бір-ақ рет туса ананың құрсағынан, ол жеткіліксіз екен. Ондай адам дейді, тар ауданды жабайы жүрек туып өмірден өтеді. Жаңағы өзінің денесін сүйретіп, өмірді өтіп кетеді. Ал екінші рет туу деген не сөз? Нәпсі шайданның арасын бұзып өтіп, рухани туу. Міне, Шәкәрім айтады, еліре бермей қайта туу дейді. Сөз бе? Мен досыңмын, жау емес, еліре бермей қайта туу. Жүрегім дертті, сау емес, сондықтан да сөзім ол дейді. Ашы деп алмай қоймаңыз, аңсағанда керек су. Алды ғой, алдап өңкей қу дейді. Сонда біз қазақ кімді жақсы көреміз? Бізді мақтағанын жақсы көреміз. Ой, қазақ керемет, қазақ қонақжай, қазақ не дейді? Құлды бәрекелді өтіреді дейді. Ал мінімізді айтса жек көреміз. Сонда шын жақсы кім дегенде, шын жақсы өз мінін өзі білетін адам жақсы. Біреу айтпай өзінің білетін адам жақсы. Шын жақсы мінін жасырамады. Өз мінін білген әулие дейді. Міне сондықтан енді жақсы болу үшін не істеу керек дегенде Абай айтады. Жақсы дейді, иттікпен мал таптың дейді. Иттікпен деген арам жолмен. Мысалы бізде қазір Қазақстанда Forbes деген журнал бар ғой. Соған кіретін адамдар бар, байлар тізімінде. Біреуінің бизнесі жоқ. Неге? Сұрау адамдан. Қайда ақшаны? Біреуінің бизнесі жоқ. Неге дейді? Сонда Абай айтады, жақсы иттікпен мал таптың дейді. Иттікпен мал таптың. Енді оны адамшылықпен жұмсады. Содан иттікпен тапқан малың
ағарады дейді. Тазарады сөз бе? Ақшаны тазарту керек дейді. Ол үшін не істеу керек дейді? Иттікпен тапқан ақшамды адамша жұмсау дейді. Бір қазақ көрмедім дейді. Иттікпен тауып адамшылықпен жұмсаған дейді. Барлығы иттікпен табады, иттікпен айырылады дейді. Ыза күйігі бойында қалады дейді. Сонда жақсы бала тәрбиелеу үшін дейді, жақсы балды иттікпен таптың дейді, оны енді сол ақшаға дейді, ғылым тап дейді. Абай айтады, ғылым тап. Өзің таппасаң да балаң тапсын дейді. Орыстың ғылымын оқыт дейді. Яғни ол кезде цивилизацияның тілі қазақ үшін орыстың тілі болды. Қазір оның орнына